Сарқан ауданында парктер шеруі 2026 табиғатты қорғау акциясының жабылу салтанаты өтті. 22 наурыз бен 5 маусым аралығында өткен жоба табиғатты қорғау мен экологиялық мәдениетті қалыптастыруға бағытталды. Акция аясындағы іс-шараларға ұлттық парк қызметкерлері, Сарқан қаласындағы балалар шығармашылық үйінің тәрбиеленушілері, мектеп оқушылары, колледж студенттері, еріктілер және бақ өкілдері қатысты. Қорытынды шара барысында акцияға белсенді қатысқан білім беру ұйымдары мен еріктілер алғыс хаттармен марапатталды. Сондай-ақ туған өлке шабыт мекені және табиғатым байлығым шығармашылық байқауларына қатысқан оқушыларға ұлттық парк пен демеушілер атынан мадақтамалар мен сыйлықтар табысталды. Іс-шара мерекелік бағдарламамен жалғасты. Жалпы акция аясында өткізілген экологиялық танымдық және мәдени іс-шараларға 500-ге жуық адам қатысып, табиғатты қорғау ісіне өз үлестерін қосты. 2025 жылы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар арасынан біздің ұлттық табиғи парк осы акцияның қорытындысы ретінде 3-ші орын алған болатын. Биыл да осы акцияны өз деңгейінде өткіздік деп есептеймін. Биылғы жылы волонтерлар жылы болғандықтан волонтерлардың қатары көбейді бізге қосылған осы акцияға.